Баршаңызға сәлем. Сіздерге вареная сгущенкамен жасалатын вареный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирог микс пирогтар қатарына қосылады. Міндетті түрде ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Шаймен ішкенге тіске басар. Пирогтың рецептін описание бөліміне, яғни төменге толықтай жазып кетемін. Бірінші кезекте 2 жұмыртқамызды сары уыз мен ақ уыздан ажыратып аламыз. Сары уызы қамырға қосылады, ақ уыз салмасына қосылады. Бірінші кезекте сары уыз бен қантты жақсылап бір-біріне біріктіріп, қант ерігенше, жұмыртқадан көбік шыққанша шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін ыдысымызға ұнымызды және де разрыхитель салып, қолымызбен араластырамыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, үгітілгенше, яғни бізде песочный қамыр шығу керек. ұн мен сары май біріккенше жақсылап бірнеше минут көлемінде араластыратын боламыз. ұн мен сары май біріккеннен кейін бірінші дайындап алған сары уыз бен қант қосылған массамызды қосып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Біздің қамыр мен жаңағы сары уыз қосылған масса бірігуі қажет. Бірнеше минут көлемінде осындай қамыр илеп шығамыз. Ыдыста қамырдың қалдығы мүлде қалмауы керек. Барлығын қамырға жинаймыз. Болғаннан кейін пищевой пленкаға қамырды салып, холодильникке 15 минутқа қоямыз. Салмасы үшін жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Миксердің баяу қозғалысынан бастап қатты қозғалысына дейін араластырамыз. Үстіне варенкамызды қосып, тағы да миксерлейміз. Холодильникте тұрған қамырымызды аламыз. Осы қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу, бір бөлігі кішілеу болады. Сол үлкен бөлігінің астына пергамент қағазын төсеп, оқтаудың көмегімен пирогтың қамырын жаймыз. Жайып болғаннан кейін үстіне 26 сантиметрдегі кольцомызбен кесеміз. Шетінде артылған қамырларды алып, оқтауымызбен тағы да сол артылған қамырларды жаямыз. Бұл біздің жаңа пирогтың салмасын қиған кезде кальциумыздан ағып кетпес үшін сырттарын, яғни қорғап ұстап тұрады салмасын. Дәл осы шетіндегі қамырды қатты қолымызбен басамыз, яғни салмасы сұйық болғандықтан ағып кетпес үшін. Қамырларды орналастырып болғаннан кейін шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Теспеген жағдайда қамыр піспей қалуы мүмкін. Үстіне жаңғақпен вареный сгущенканы құйып, қасықтың немесе осындай шпательдің көмегімен бетін тегістеп аламыз. Алдын ала қызып тұрған печкамызға 200 градуста 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің шаймен ішкенге тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар. Қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.